Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Ауыр жарақат алған Алматы облысында көшеден ер адамның денесі табылды. Сот медициналық сараптама тағайындалып, барлық қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Ауыр жарақат алған Алматы облысында көшеден ер адамның денесі табылды. Алматы облысы Іле ауданы Өтеген Батыр ауылындағы көшелердің бірінен ауыр дене жарақатын алған 40 жастағы тұрғынның денесі табылды деп хабарлады Түркістан.kz. Оқиға 26 желтоқсанда болған. Полиция күдіктілер ұсталған мәлімдеді. Аталған дерек бірден Қазақстан Республикасы қ.ның 99 бабының 1 бөлігі адам өлтіру бойынша тіркелді. Іле аудандық полиция басқармасының қызметкерлері жүргізген жеделдестіру іс-шаралары барысында 1993 жылы және 2007 жылы туған екі күдікті анықталып ұсталды. Олар кінәсін мойындады, деді Іле аудандық полиция басқармасынан. Қазіргі уақытта сот медициналық сараптама тағайындалып, барлық қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Күдіктілер Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 131 бабына сәйкес уақытша ұстау изоляторына қамалды. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егерде біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.